елдің жарқынын ай, ел күрметпен әлемде, дәл осылай, алсадағы қорасында жалғыз қоя, той жасайды шырқатып шалқымыдай, білмейді олар өкпелеуді ренжеуді, білмейді олар ешкімге жоқ деуді, біледі олар дос деп тасынуды, біледі олар туыс деп шашылуды, біледі олар гауһардай қыздарына той жасап абыройды асыруды, той бүгін думан бүгін даламызда, атақты сәрөзектей қаламызда, осындай дүркіретіп той жасаған қаттырақ қол соғайық Сәкендей ағамызға құрметті меймандар. Қалынды, тілек ниеттерімен қардай жалғайтын, той көтеретін нағашылар қауымын орта қалдырсан. Есімдеріңізді таймыз, ағай кергенше билеп, той көтеріп шығуларыңызды сұраймыз. Нағашылар қауымы, Қарлығаш ханым бастаған, Бола Ардақ қоштаған, Мәжен Ақмарал, Жанат Ақмарал, Бауыржан Бота, және де Гауһардың нағашы бөрелер деп жазылған екен. Гүлия, Ғалия, Аян Шынар, Ернар Жанар, Руслан, Гүлзат, Мәди Сымбат, Ғани Шыңғыс деп жазылған екен. Және сол кісілері бір қайыққа мінгесіп, Ләззат ханымды ортаға тілек ниетке шақырса құрметті меймандар. Ал, келіңіздер. Шағын келіңіз. Нағашылар. Ал, нағашылар қайда? Көңілдің термісінде, көңілді жүр, күзінің мені күзбен өңірді қор, жазандай кешірек сұрасында. Сұрайықшы, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Точно? Кредит төлейтін адамызға тұқтыңыздар ғой. Қуаныш той ғой, бір той иесін орда қалайық, бір билеп алайықшы, көтен ешкім жоқ, бәрі өзіміз ғой. Нағашылар, билейікші, қайда нағашы? Қойшы қайда нағашы, нағашы! Міне, нағашы деген осындай болу керек қой, кез келген жерде. Ал нағашылар, тілек ниетті білдірейік, одан кейін ұрыштардан келген құда-құдағиларды ортаға биге алып шыға жатармыз. Ағамыз басталайды ғой бірінші, ер азамат қой. Ал ағашан, қош келдіңіз, тілек ниет өзіңізде болсын. Мархабат, ал келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Ал бүгін құдалар, шыққан қадамдарыңыз, түрлеріңіз құтты болсын. Сәкен Мәжит тәте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Үгірлі, шүгірлі, аман есен. Құрметті қонақтар, той-тойға оласын. Құрметті құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын, үбірлі, шүбірлі болсын. Той-тойға оласа берсін. Үлкендер аман болсын. Осылай тойда кездесіп, жүздесіп жүре берейік. Той-тойға оласа берсін. Ал Сәкен аға, қайсырсе, балдарыңыз бақытты болсын. Еркебұлан мен Гауһары бақытты болыңдар. Еркебұлан, мен осы жерде болдым деп танысып үлгермедік. Біз Гауһардың нағашысымыз, нағашы әпкесіміз. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мыңжылдық болсын. Араларыңызда тек қана жақсылық болсын, той болсын. Ішіп жеп, билеп, көңіл көтеріп, жақсы отырыңыздар. Қайырлы күн, құрметті тойшыл қауым. Актерлетіп алыстан келіп жатқан Семейдегі құдаларымыз, шыққан төрлеріңіз құтты болсын, балалар бақытты болып, тек қана биіктерден көріне берсін. Аға, қос қуанышыңыз құтты болсын, отбасыларыңызда тек қана береке болсын, бірлік болсын, бақыт болсын, шаттық болсын. Осы жиналған қауымның әрқайсыларыңызға осындай қуанышты тілеймін. Неғыл деймін енді, қыз беру оңай емес дегенмен деген қыздың барар жері ғой, бақытты бола ғой. Әрдайым езуіңнен күлкі кетпесін, әкеңнің атын асқақтатып, бетін жерге қаратпай, жақсы келін болатыныңа біз кәміл сенеміз. Неғыл дейміз, тек қана қуаныш болсын, тойларыңыз құтты болсын.
ал Сәкен аға, ЛКТТ бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Еркебұлан, Гаухар, бақытты болыңдар, сендерге бар жақсылықты тілеймін, денсаулықтарың мықты болсын. Үстіп тек жақсы аттарыңды ғана шығарып, осы екі әулетке туысқандарға тек жақсылықтарыңызды көрсетіп жүре беріңіздер. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Рахмет, және де жаңа осы істерді бір қайыққа кестіріп, Ләззат тәтемізді орта қалдырған едім. Ол кісі есімді естімей қалды ғой деймін. Ләззат тәте, сізді де ортаға шақырған болатынмын. Бізде екі Ләззат тәте түсіндірді ғой. Ләззат тәте келіп сіздерде тілектен болсын. Өзіңізден тілек ниет болсын. Аты бар, келіңіз ал. Бүгін тойға келген көпшілік бәрі осы қуаныш, осы екі жастың арқасы, екі жақты табыстырып, осындай басымызды қосып, осындай ағдастар қанға жинап, мәре-сере қылып жатқан жастардың арқасы. Екі жасымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, тең құрбысының алды болсын, жолдары ашық болсын, ұстасқан қолдары мәңгілік болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын. Рахмет, ал енді бір есеп фотоға түсейік, нағашылар қауымы болып. Одан кейін орыстардан келген құда-құдағилар ортада биге шақыра жатармыз. Ал нағашылардан келген қартамыз. Орыстардан келген құдағилар шақырамыз, құдалар шақырамыз. Нағашылар қайда, ал қартамыз. Ал бір құдағилар тара келген. Ал сендер қайда, ал қайшы қайда, ұршар қайда. Toyda dedim birden anamaya sevmeyken sevdiğimde ayla Xoda şaxsın aladaya Elgarında siksin qabay Қошемет құрметімен, құдалардың шапалағымен бүгінгі той иелерін орта қалдырайыншы. Бар екендеріңізді білдіріп шапалақ ұрып қойсаңыздар, бола ма? Сәкен аға, Ләззат әде келіңіздерші, қол соғайыншы, коллектив достар бар ма? Той құтты болсын, қуанышты болсын. Ал енді бір ән қосайық, настроение көтеріп алайық, бір билейікші. Баршы екі жақсылар өздері қол соғады сіздерге. Маэстро музыка, жібер Сәкен аға бір билейік. Ал, қайда Сәкен аға қайда? Ал, жібер Сәкен аға. Баба, келіңіз. Баба, мама, келіңіз. Енді былайсайық, 10 жақ командада сізді болсын. Сұранысшы, ағайын, көңіл-күй қалай? Егер жақсы болса, бір шапалақ ұрады сіз үшін. Сұрайшы, ағайын, көңіл-күй қалай? Ал қауым ағайын, қандай бүгін көңілдеріңіз шығар? Қайда Сәкен аға командасы? Анашан, Орыстардан келген құдаларыңыз бар, ағайын дос, бауырларыңыз бар. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй қалай? Байындамас, ән қосамыз, өзіңіз ғана тойғынан төріне дейіп билеп бар, билеп айтып келсеңіз. Сіз өзіңіз. Ал 10 биліңізі. Ничего, папасы, 25-тесіз әлі. Кім байындамас? Қол соғайық, папаның командасы қол соғып қойсаңыздар болады. Ал, команда Сәкен аға қайда?
ғой құрметті меймандар. Ал анашан сіздің биіңізді көрейік. Өзіңіз қана билеп бар билеп қайтып келесіз. Ал жіберші майыз. Ой, міне, әсәсі бе. Аха, ой, қайда әсәп оға қайда. Ал әсәп қайда қайда. Ой, тамаша әсәп қайда. Көп рахмет. Ал енді сіздерді мазаламаймыз. Астарда шайғастаңыздар болады. Ағашым, түрлі беріңіздер. Ал енді арнайы сіздер үшін дайындаған сыйлықтарымыз бар еді. Соны рұқсат болса сіздерге таратсақ, той жұғыз болсын деген ниетпен. Летегерді назар аударуларыңызды сұраймыз. Бірнеше фотолар шығарамыз. Сол қандай есім тауып көрсеңіздер. Мына суретке қарап, қандай есім, кім біледі, қол көтеріп қойсаңыздар, құрметті меймандар. Қандай вариант бар? Құда, қанат құдаға қол соғайық, шоңшақтан келген. Ал қанат құда, қандай есім? Бұл енді біздің кезімізде жазылған есім Алмагүл шығар. Алтынгүл. Алтынгүл. Дұрыс вариантты көрсетіп жіберейік. Алтынгүл. Қол соғайық, шоңшақтан келген қанат құда. Сізге дұрыс. Келесі фотолы экранға берілсін. Ал бұл қандай есім? Кім біледі? Құда дейді жатырайық. Келіңіз, қосып жүрейік. Жай билеп шыққан үшін сізге қандай есім? Алмагүл. Алмагүл. Дұрыс вариантты көрсетейік. Алмагүл дұрыс жауап берген үшін тағы да бұл суретінде құдағиысы ғой. Бір сыйлық қосып берейік. Қосылайық. Шында келген құдағиыс. Келесі фотоға назар аударайық. Бұл қандай есім? Дастарханды саналмай той көтерсеңіздер, ондағы шақырамын мен. Вариант бар ма? Келіңізші, әкемізді вариант. Қандай есім? Айшуақ. Қандай? Шуақ. Айшуақ. Сәл келмей келді. Айбеттен сіздеріміз. Қандай вариант бар? Кім? Құдағи келіңіз. Қол соғайық. Құдағи. Қандай есім? Қандай? Айжарық. Айжарық. Дұрыс вариантын көрейік. Айжарық. Қол соғайық. Ұршақ. Балашарық. Келесі фото. Кеттік ал. Ал, бұл қандай есім? Қол көтерсеңіздер шақырам. Дастарханымызда қол көтеріңіздер. Айтқан саналмай. Құдалар, ағашылар, бөлешейіндер. Қандай есім? Ой, келші. Күйеу балаңызда қол соғайықшы. Пәтерші бар ма? Ергіш қандай есім? Тоқтар ма? Ойламайық. Мама келші, жасы бөлектен кәтелі пәтерші соны сөйлейші. Мама, қандай есім? Қандай? Тоқжан. Тоқжан. Дұрыс варианты? Тоқжан. Ол соғыс берейік әдемі. Әке, сізге әдемі баса. Қойды тоқтай қаламызшы. Келесі фото кеттік ал. Бұл қандай есім? Ой, келіңізші, қол соғайықшы. Міне, дұрыс жауап қой.
есім? Фархат. Дұрыс варианты Фархат. Бөлек шайқасамыз. Келесі. Бұл қандай есім? Кейін берем. Қол көтеріңіздер, шақырам дастархана саналмайды. Қандай есім болуы мүмкін? Келші, қол соғайықшы, дұрыс жоқ. Қол жолдасқа. Қанатаға келіңізші, қол соғайықшы Қанатаға ма? Қанатаға, қандай есім? Енді қарап тұрып ойыма Ұлбике деген есім келді. Сәл шақырдыңыз негіз, мәне келіңізші. Қандай есім? Жаңа болмасам ерке қыз болу керек. Ойбай. Ерке қыз қыдым қатысы жоқ қой. Кім? Қайсысы? Ағашан, келіңізші. Келіңіз. Қандай вариант бар? Ұлжан. Ойбай, сәл. Дұрыс жоқ, қол соғайықшы, келші, дұрыс жоқ. Сен бір қол соғайықшы, қой көтермейді. Есімің? Надяр. Надяр, қандай есім? Ол болсын. Ай бермеші, сәл кішкене жүрмейді. Кім бар, келші, ал інім шақырайықшы, інім. Қандай вариант бар? Аңылай. Бір сыйлық берші есе. Ал сыздар. Қандай есім? Осыншаш. Ойбай. Осыншаш, ойбай, Амилай, не деген есімдер бұл? Келші, қандай? Жоқ, келмейді ұлты бар. Келші, құдағи, осы, әркеп жағайшы келіңіз. Қандай есім? Адам. Адам деген емес. Қандай? Ұлбике. Ойбай. Қандай? Қыз болсын. Қыз болсын. Жоқ. Келіңізші ордаға сынып ойнап көрсетейікші. Қандай есім? Ете қыз. Ойбай. Сізге. Сәл. Қандай? Қалалар бар ма, ауырша? Келіңізші ордаға баяғыңыз көріңізші сіздің әке. Әке, қандай есім? Ұлпан. Кеше ұлпанға келмей алайын. Қайда команда, папа, ақсалсайшылар, қайдасыздар? Келсіздер деген. Жоғар, көп. Қандай есім? Ұл болсын. Өтшінді сіздер. Келмей тұрмай болған, келмей тұрмай. Маман өйші. Рахмет. Қандай? Қызтеке. Кім бар? Мама, келші. Юсуф Мирон сен қол көтеріп тұр, келші ордаға. Келші әке. Жаным кеттің күнде жанымда сенен хабар жоқ қой салам әнге салам мені сен шақырсаң құстар шапан сүйдім сені Мам, қандай есім? Қарашаш. Қандай? Мұртты қыз. Ойбай. Шындайыңыз. Ондай айтшы, мұртты қыз дегенші сізге. Мама, тәте вариант көріп жіберейікші. Қандай? Жалғас. Ол?
Сәл жақындаңыз. Қандай? Ұлдана емес па? Ұлдана. Жақындап тұрсыздар, сәл қосу керек болып тұр. Құлағырақ көрейікші. Той істерді ғой. Анаша, қандай есім? Ұлжан, сіздікі? Сұлу шаш. Так, ұл бала. Қандай қандай бар? Анаша, өзіңізде құлағырақ көрейікші. Келісші. Қандай есім? Еркегүл. Жо. Көке, қандай? Ерке. Жо. Қате. Анаша, қандай? Лұқпан. Лұқпан? Қайырса бір ма? Лұқпан. Жо. Келіші, қате. Қандай? Ұл болсын. Дұрыс вариантты көріп сезбейікші. Ұл некен бір болсын қошын қайыршы. Келесі. Бұл қандай есім? Соғыс кеткен су жүрек. Қандай есім? Варианттарына? Кім? Вариант бар ма? Ерекшенім. Рахмет. Сразу айтам, Амела емес бұл. Қандай? Алтын адам. Шығыстасың. Әке, келіп сіздің вариантты көріп жіберейік ал. Қандай есім? Жұлдыз деп ойлаймын. Балалардың көмегіне таптыңыз ғой дәде. Ал сізге бір қол соққысын өтіріп қойып шайқасайық, шабылатайық, тұрыңыз. Келесі. Тағда бір жіберейік, ең соғысы болсын. Ал, қандай есім? Ойлағайын. Екі сыйлық бірден ұсынамыз. Қол көтерсеңіздер жандарыңызға барады. Қандай есім? Ойланайын. Құдағилар. Қандай есім болуы мүмкін? Есім? Құдай берген. Так, сәл қосу керек болып тұр көке. Қандай есім? Әке, сізден көрейікші. Қандай есім? Атажан ба? Атажан. Так, құдалар порядок бар ма? Құдағилар. Жассан, бұл мынандай есім екен. Дұрыс вариантты көрсетейік. Тоқсанбай деген есім екен, құда құрметі деймін. Ал енді құдағилар айтып жатады ғой, әр жердің салты әрі басқа, иттері қара қасқа деп жатады. Ал енді арнайы сіздер үшін дайындалған құйрық бауыр мен төсбақтарын ұсынайық, сіздердің құрметтеріңізге дәм татуларыңызды сұраймыз. Ал құйрық бауыр және де құйрық бауырдан дәм таттыңыздар. Біз кешіміз әңгімесі әнмен жалғай, өнердегі інім Алинұр ұлдарыңызды орта қалдырсам. Сіздер үшін бір тамаша ән шырқап берсін. Ümit olsa
көзіңді жұмбай қағылмасын, қағылмасын, қайранбасын, қайранбасын. Рахмет, сіздер үшін әуесі ән шырқаған өнердегі әннің 2 жұлдыз дауыстың финалисті Алинұр ұлдарыңызға бір қол соғып қошемет беріп қойыңыздар, құрметті меймандар. Рұқсат болса, мен тағы да той иесін орта қалдырсам, әкем мен анам қайда, келіңіздерші, Сәкен аға, Ләззат әне, мама, келіңіз, баба. Ал енді сіздер ортаға бекінге шақырған жоқпыз, дастархан басында бас құда мен бас құдағи отыр. Ержан аға, құдаке, орныңыздан тұрып қойыңызшы, Ержан ағаға бір шапалақ ұрайықшы. Алтынбек, Гүлнар құдағи, орныңыздан тұрып қойсаңыз, Гүлнар құдағи баба. Баба татыңыз, баба татыңыз, баба. Бабасы білейсіз, баба, жүрсіз ғой, баба ұшайын. Мама қайда? Мама қайда? Мама! Мам! Қашем қайда? Мама, келіңіз, капар мама, келіңіз. Қол соғыс берейік, мамаға поддержка қайда? Алтынбек, қол соғар! Ағайын дос бауырға шапалақ ұрап, өзіңіз қана бас құдағиды ортаға билеп алып бересіз. Ұрыншар, поддержка бар ма? Алтынбек, қол соғамыз ба? Жіберші баба, билеп. Ал кетті. Ой, күні. Ал, айқашы қайда? Ал, құдағи күнемей. Ой. Ал, поддержка қайда? Алтынбек. Ұрыншар қайда? Ой. Сенбастыр жаным саған, Ой, құдағиға поддержка. көңілім сені Ой, құдағи. Қайда қой, күні. қасым жанымнан, сен іздеп жаным саған. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйді жана беремін. Жүрегім жоқ. Міне нағыз қыз алатын құдағилар бір қол соғып қошемет беріп қойсаңыздар боларыз. Мама, папа мықты билейді мен көрдім жаңа. Сізден қай ерекше билейік, мамаң абыройы қайда бір қол соғайық. Папа, қол соғайықшы, Ержан аға, жіберші. Алтынбек, Ұрыншар, поддержка қайда? Ержан аға, тасын. Ойбай! Айқайшы қайда, Ұрыншар? Папаға ачы шапалақ соқпайсыздар. Ержан ағама поддержка бар ма? Екі құда, жақын тұрыңыздаршы. Екеуіңізге қараса біреуге ұқсайсыздар екеуіңіз. Былай қарайын, кімге ұқсайды десе, уәл бермей туғаннан алып өтейікші. Тура жасты шақтырысың кісілер. Той құтты болсын, енді тілек ниет болсын, одан кейін төс қақсырамыз оңай келіп жатса. Ал құдалардан тілек болсын, назар ортаға қадір тағайын. Баба, кеттік ал. Енді айтатын осы жастар, осы болашақ Қазақстанның жастары биіктің көрінсін, бақытты болсын. Мына бүгінгі келген қауымына сыйлап отырған сіздерге рахмет. Қызыма да қолы сұқты болсын, барған жері бақытты болсын деп. Неге осы бүгінгі тілектеріміз осы көпшілік айтқан тілекке қосыламын. Заман тыныш болсын. Қазақстан биіктен көрінсін деп өзім ойлаймын. Амандық деймін бәріңізге. Ал енді құрметті қауым, туған туысым, қайын жұртым, туыстарым, құдаларым, келе жатқан қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдалар, төрге шыққан қадамдарыңыз құтты
құтты болсын деймін. Сіздерде ұл бар, бізде қыз бар. Осы екеуі жұптасып өмір сүрген соң бізді бір-бірімізге таныстырып жатыр дегім келеді. Ал енді құдағи келген қадамдарыңызға нұр жаусын деген. Менің бала қызым сіздерге енді қыз болып барды. Сіздердің ұлдарыңыз бізге ұл болып барды. Әмзін жаңағы не дейді, жақсылығынан берекесінен берсін дегім келеді. Енді қызым Гауһардың өмірде шыққан тауың биік болсын дегім келеді. Адамда ең бірінші айтады екен ғой, адам екі нәрседен жаңылмау керек деп. Біріншісі жаңағы мамандығы, екіншісі жар таңдау дейді. Сол мамандықты ауыстыруға болады екен, жар таңдауды ауыстыруға боламайды екен деймін. Енді осы бір-бірін біз қосқанымыз жоқпыз, Алла тағала қосты. Тек екеуіңдерінде ешқандай өкініш болмас екен деймін. Бір-біріңді кездестірген Құдайға мың алғыс айтады ғой. Келесі өмірде қайтып келсем де мен сені таңдаушы едім деген сөз бола берсін деген келеді. Ал Құда, менің қызым сіздерге аманат. Аманатқа қиянат жасамайтын шығар деп Расыл саған сенемін. Ерте болам. Бақытты болыңдар. Қызымның бақытты болуы сіздің қолыңызда. Ерте боламның бақытты болуы Гауһардың қолында. Ол бір адамға қарап қалған дүние емес. Отбасы болсаң, ол екі адамға да бірдей дегім келеді. Өйткені таяқтың екі ұшы бар, бірін бассаң, бірі келіп тиеді. Сондықтан бір-біріңді көтере беріп, бір-біріңді сүйей беріп, мына өмір деген ағынға қайық болып тұра алсаңдар, биік шыңға шығасыңдар деймін. Біздің байлық сендерсіңдер. Мына балаларым, солардың ойнап күліп жүргені, бұл біздің байлығымыз дегім келеді. Мен енді Құдағи бар берерімді бердім, оқыттым, мен оның бәрін ешқайсысын міндетсінбеймін. Бірақ қызымды өз қызыңыздай бауырыңызға тарта білсеңіз, менің қызым сіздің үйіңізді бақытты қылады деп білемін. Сол үшін келген Құда жерде туған туыс, алдарыңыздағы тосты алып, қуанышыңызға бөлісіп, сонша алтын уақыттарыңызды бөліп отырып келгендеріңізге мың алғыс айтамын. Сіздерге рахмет. Ал енді бүгін Құдағи екі баламыз бақытты болсын, екі балам мен Гауһарымыз Құдайға жыламаңыз, қызыңызды өз ұлтындай бақыттымыз, ұлыңа сеніңіз, ұлың өзінің қолына аты қойып қондырғаннан кейін аялай да біледі, айлай да біледі. Мен де өз қызымды білмегенін білгізіп үйретемін. Жаман жерге қызыңыз келген жоқ, қызыңыз жақсы жерге барды. Сіздермен өстіп Құда сүйіп болып шамдамында жалғыз. Енді екі балама бақыт тілеймін, көтерген шаңырақтары биік болсын, қосағалары берік болсын. Тек қана осындай қызық қуанышта, жақсылықта кездесейік. Мен айтамын, осы балаларымызға тек қана қызыққа алыстан жақыннан жеткен ағайын туған туыстарыма да келгендеріңізге көп рахмет. Енді аман-есен бәріміз үйімізде. Енді балаңыз болып, уайымдамаңыз, өз баламдай қылып өсіріп тәрбиелеймін. Барған жерінде өзімнің қыздарымды қалай көрсем, оқырып та солай көремін. Өзімнің бір жалғызыңды тұя қолым, жалғызым демеймін. Алдында әпкесі бар, артында екі ағасы бар, аға бабалары бар. Тек қана қуанышымыз көп болсын, жыламаңыз, балаңыз өзімде болып, балаларым бақытты болсын. Келген қадамдарыңызға көлік етсін, барғымды сүйек болып білісіп жатырмыз. Бір алған қызды екі алып жатырмыз, бір жерден өлелі болып. Ең сол дастарын бақыт үшін. Ішіп жеп отырсыңдар ауданды нәрселеріңізді. Бақытты бол енді әрқашанда. Мың жыл құда болайық. Әрқашанда көпшілік осы. Құда жекізат осы. Туыстар осы. Ағайындар осы. Жақсылыққа түгел кезігейік. Қызыққа, тойға кезігейік түгеліміз. Солсын еді. Астарыңызға отырыңыздар. Өшек. Солға.
тапсырып қойыңыздаршы. Құда мен құдағи, құда мен құда. Төс қағыздырайын сіздер. Сәкен аға, төс қағыздырмалайық. Құдаңызбен, құдаңызбен. Ой, ақ төс қағыздырыңыздар, төс. Аусын, аусын. Құдағызбен төс қағыздырып қойыңыз. Әдетті бүгінгі той иесі әкем мен анамның атынан құда-құдағиға сый-сияпат, құдаға шапан, құдағиға ақшаулық және де қамсол. Қабылыңыздар. Сәкен ағамыздың атынан, Ләззат анамыздың атынан. Ал киім алыңыздар құда-құдағиға. Ал бір кеше фотоға түсіп алсаңыздар, түрдеңіз бір құдалар бол. Екі құдағи тура гитар мен сита қойды. Аттарыңызда да тістеріңіз істемейіз, ортаға билеп той көтерейік. Ұршардан келген құдаларға алды мен, шамбалақ бұрайық құдай келсе. Ал ұршар келе бар керейік. Ал ұршардан қақталар! Ой! Ал ұршар қайда, құдағилар қайда? Ай, қайшы қайда, ұршар! Сөзіне тілек білдірейік, келіңіздер, құда-құдағилар, ұршардан келген құдалар, құдағилар ортада. Той сахнасы түрін шақырам. Құрметті құда-құдағилар, мына екі баланың арқасында өздеріңізбен танысып, құда болып жатырмыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Енді жастарға тілейтін көтерген шаңырақтар биік болсын, босағалар берік болсын, үлгілі бір жас семья болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, көпшілік құда мен құдағиның дастарханына жинап отырған. Мен Ержанның үлкен апайы болам, атым Абайгүл. Енді екі балама тілейтінім, дендері сау, бастары аман болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын. Құда-құдағи сіздерге айтарым, жақсы жерге келді, балаларыңыз жаман жерге барған жоқ. Өзінің үш қызы бар, жалғыз ұлы, Еркебұлан деп атын өзім қойғам. Енді екі балам бақытты болсын, дендері сау, көзі мен ағының қарасы, екі ұнайы. Одан кейін жансаям бар, екі баласы бар, дені сау болсын жансаямның да. Осыларға көмектесіп, демеуші болып жүрген жансаяма. Енді сіздерге әрдайым орын бар, Ағатау төріне қоныңдар. Бақытты, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар. Тек қана жақсылық тілеймін құдалар, амандықта, жақсылықта кездесейік. Аман болыңыздар. Екі құда бір-біріне бақытты болсын, бір-бірін жетектеп жүре берсін. Міне, менің өркенім де бөтен емес, өзімнің бөлем, менің шешемнің апайының баласы. Осы өркенге де денің сау болсын, екі балаң бақытты болсын, тек қана жақсылық, амандық тілеймін. Бөле деген осындайда міне бөлесіне тауып беріп жатыр, екеуі бірге жүріп, бірге тұрайық деп. Түрлерде ұқсайды екеуінің. Ұялғар келінде зағанда бақыт тілеймін, тек қана амандықта, жақсылықта кездесейік. Аман болыңыздар.
тойға ұласын, балаларыңыз бақытты болсын. Енді тек қана жақсылық тілейміз, басқа енді көп сөз. Мына құрметті қонақтар, сіздерге көп рахмет. Дастархан жайып бізді күтіп дастархан атымен. Мына екі балаңыз бақытты болсын. Осы балаларға, екі балаға рахмет айтқым келеді. Осылардың арқасында міне құда болып отырмыз. Рас қой? Осылар бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Только бақыт тілейміз, бақытты болыңдар. Кім бар? Қосыласыз ба? Сыйлық сізге. Осылар деген біле пәтек алып алайын деп. Сіздерден бар ма? Кім бар? Келіңіз. Ал құрметті құдағдайлар, тойға жиналған көпшілік. Енді біз анау Абай облысы, Ұлжар ауданы, Айтбай ауылынан міне аттың басын тіреп, осы Сарыөзек ауылына келіп қалдық. Оның ең себепшісі Еркебұлан мен Гаухарымыз, бір бастар екеу болып, міне солар себепші болып бізді таныстырып жатыр. Құда-құдағи болып, міне құда-құдағи енді құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Балалар бақытты болсын. Тек жақсылықтарын көрейік осы екі жастың. Тек жақсылықтарын көрсетсін екі жаққа. Бақытты болсын. Тек жақсы күндері көп болсын. Жүректерінен қуаныш, жүздерінен күлкі кетпесін екі жастың. Тек бақыт тілеймін екеуіне. Енді мен Ержанның туған қарындасымын. Міне той деп ауылдарыңызға келіп қалдық. Құда-құдағилар, тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Осындай тойға келе берейік Сарыөзек ауылына. Аман болыңыздар, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осындай той барлық үйде той болсын, жұғысты болсын деген келеді. Аман болайық. Келіңіз. Алайын құрметті құда-құдағилар, бүгінгі шаңырақ көтеріп жатқан жастарымыз бақытты болсын. Міне биыл бір жалда бір емес екі қыздарды алып құдасымен құда болып жатырмыз. Жастар бақытты болсын. Міне бүгінгі жаңа құдамыз Ержанның бөле бауырымын. Жастарға бақыт тілеймін. Ассалаумағалейкум, құда-құдағилар. Енді бағадан бері танысып отырмыз, өте қуаныштымын танысқанымызға. Құданың 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Енді шаңырақтарыңыздан той кетпесін Құдай. Бәріңізге денсаулық тілеймін, бала-шағаның қызықтарын көріңіздер. Бәріңізге той болсын осындай. Жақсы көретін бауырым, Гаухар келінім, екеуіңе тек бақытты болыңдар, махаббаттарың баянды болсын. Әрқашан бір жаста қартайыңдар. Екеуің әрқашан ақ жол, осы ақ жолдан беретін екі жақты етіп сол Алланың құлағына шалсын. Тек екеуіңе ақ жол еді. Биіктен көрейік, әрқашан жақсылықтарды естіп жатайық. Тек амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Той болсын қазақ. Сіздермен танысып жатқанымызға өте қуаныштымын. Гаухар мен Еркебұланның арқасында сіздермен танысып жатырмыз. Дәм тартып Сарыөзекке келдік. Енді күн бойы бізді күтіп, көңілімізге қарап шақырып жүрсіздер. Көп рахмет сіздерге. Екі бала бақытты болсын. Еркебұлан өзі менің қолымда оқыды тұрып. Менің ұлыммен өздері кішкентай күнінен бірге өскен. Өзім жақсы көремін. Еркебұланды біз Екунай деп еркелетеміз. Кішкентай күнінен. Кричкасы Екунай. Өте жақсы бала. Енді қолымда болғаннан кейін бір жаманшылығын көрген емеспін. Өте қарапайым семьядан шыққан. Осы тұла бойы, тұрған бойы осы. Гаухар екеуі бақытты болып, Гаухар екі жақты бірдей көріп, екі жаққа сыйлы болып, тастай батып судай сінсін. Жастар бақытты болсын, бақыттың ішіне бәрі сияды. Тек той болсын бәрі үйде.
илаһилар, балаларыңыз бақытты болсын. Біз ерке баланың нағашылары болып келеміз. Гауһарымыз бізге биыл бала келін болса, келесі жылы ана келін болсын. Арғы жылдары дана келін болсын. Ерке баламыз екеуі бақытты болсын. Дендері сау болып, осы алтын емел мен айтпай ауылдың арасында ала дорбаларымыз үзілмесін. Ал құрметті құда жекжат, алтын емел ауылының тұрғындары, туған туысқандар, ағайындар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын деп айтам. Енді мен Еркебұланның туған апайы болам, атым Жансая. Менің артымнан ерген жалғыз бауырым, одан кейін 2 сіңілім бар, олар оқуда. Тойда болады, көресіздер. Енді Гауһар, енді өзімнің мамам саған құрбыда болалады, сырласта болалады, анаңдай болалады деп айталам. Енді бізді мәпелеп, ештеңеге шоқтырмай өсірген, әкем болса мені оқытқан. Сол енді екеу бауырым мен келініме тілерім тек қана бақыт, жақсылық, амандық, Алланың назарында болуларын сұраймын Алладан. Бақыттың ішіне бәрі кіреді ғой. Осы жерде айтылып жатқан тілектердің барлығы Алланың құлағына шалынып, мәңгі бақытты болып, өсіп өнулерін тілеймін. Тек қана бақытты болыңдар, әрбір шаңырақта той болсын. Осылай бізді күтіп жатқан құдалар, сіздерге мың алғыс. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін, бала-шаға рахатын, бақытын көріңіздер. Барлығыңызға көп-көп рахмет. Әдет тілек айтпаған, сіз ғана қалдыңыз. Көзіңізге қарасам қосылатын сияқты сәте. Осы сізге ал енді бір есел фотоға түсіп олайық, құдалар қауымы болып. Одан кейін мөлдір мақылып бірай шырқасын. Есетті біз фотоға. Мөлдірмен махаббат ән шырқайып, бір бидеп той көтеріп қайтайық. Ал барша мейман ортаға биылайына мөлдір мақылып. Al, Şaray, kaçın
Ал енді барша меймандар дастарханға шақырайық, әлі өнерпаздарымыз біраз әншілік айтып болады. Рұқсат болса, құдалар қауымынан аз қайырып бір жарты сағаттық үзіліске көңіл бөлсек. Қанат аға, құдеге өзіңіз аз қайырып берсеңіз. Ал ми. Әби десең міне бата, қолдасын қыдырады. 2 жасқа Абайдың басын берсін, Жамалдың жасын берсін. Мұхаммед пайғамбардың иманын берсін, Сүлеймен пайғамбардың жиғанын берсін. Арыстанның айбатын берсін, жолбарыстың қайратын берсін. Кетпес дәулет, кейпірейін берсін. Той-тойға болса берсін. Амин. Ал антырак, барша мейманды бияларына шақырамыз.
Chiquita,